Жат ағымның жалпы ұлтқа үлкен қасірет алып келіп жатқаны бәрімізге мәлім. Ойлап көріңіз, әке-шеше ретінде қанша жыл бағып, қағып, үмітіңді үкілеп өсірген балаң жоғары оқу орнында, колледжде немесе жұмыс орнында жүргенде жат ағымға тап болып, сені кәпір, мүшрик деп қабылдап, тіпті анасының жасаған тамағын да жемейді. Және сондай қара көз бауырларымыз солардың артынан еріп шетелге соғысамыз, біз үшін қасиетті соғыс деп кетті. Тіпті кейбіреулерінен мүлдем хабар жоқ. Ал енді ойлап көріңіз, ананың жүрегі, ананың махаббаты, баласына деген мейірімділігі, ол баласының тірі екенін де білмейді, не қайтыс болғанын да білмейді. Жалпы қайтыс болса да баласының сүйегін көріп, арулап жерлеу басқа да, ал мүлдем хабар ошашырс кетіп, оның не болғанын білмеу ананың жүрегіне деген қандай ауыр. Ана күнделікті күтеді. Мүмкін балам есікті қағып келіп қалама деп. Сондықтан да ол азаматтарымыз білу керек. Сен қаншалықты әке-шешеңді адасқан, кәпір, мүшрик деп кетсең де, ана әке-шешең, анаң ешқашан сенен бас тартпайды. Ананың жүрегі, әке-шеше баласын әрқашан күтеді.